Hold up. Ассалаумағалейкум достар, сәлем достар. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Біздің кезекті 93-ші сабағымыз афиша жасау болып табылады. Достар, сабақ көптен бері шықпай кетті, оған кешірім сұраймын достар. Баяғыда емес, группамда адам көбейген сайын, баяғыда кез келген қолыма түскен сабақ шығара салғым келмейді. Барынша сапалы, барынша қызық сабақтарды, сұранысқа ие сабақтарды шығаруға, білмеймін, соңғы кезде сондай бір мақсат болып жүр менде. Кез келген сабақ емес, барынша қызықты сабақтар шығарғым келіп жүр. Бүгінгі шығарылайын деп отқан сабағымыз бізде афиша, яғни көптің сұрауы бойынша афиша. Мен жай ғана әшейін афиша емес, ерекше афиша жасағым келеді достар. Бүгінгі менің таңдап алып отқан фотом достар, Азамат есімді әнші The Kitchen Song. Достар, мінекей осындай бізге ақ фон керек болады. Бастамасына осындай размердегі фондар әдем кетеді негізі. Ана рисовайтқа кіреміз достар. Бүгін бізде жұмыс 50% осы рисовайтта өтетін болады достар. Жақсылап мұқият қараңыздар. Окей, слойдан бастап ашық екенін көз жеткізіп аламыз. Мына жерден түс таңдаймыз. Мен бірінші ойыма келген түс бұл сұр түс болды. Дәл осы сұр түсті аламыз достар. Окей, мына жерден фигураны таңдаймыз. Фигурадан 4 бұрыштан, яғни залитті басамыз. Окей. Неке достар, енді мен сабақты көріп жүрген адамдар үйреніп қалған бұл фигураны қалай қолдану керек екенін. Дәл осылай бұрышқа тақаймыз. Енді ұшы дәл осылай достар точно түсу керек, яғни тура түсу керек. Мінекей ұшын қарап отырсаңыздар, мен дәл әкелем, яғни осы жерден қиылу керек. Окей, біз бір басына жасадық. Енді екінші басына да жасаудың қажеті жоқ. Дәл осыны копия деген түрі бар, яғни көшіреміз, екінші көшірмесін жасаймыз. Дәл осы үш нүктені басамыз. Бірінші батырма достар, мінекей 1, 2. Осы екі батырманы, яғни сол жақтан қарағанда, яғни оң жақта, кешірім сұраймын, оң жақтан қарағанда екі батырманы бассаңыздар, яғни повернут, қарапайым повернут, соны істесеңіздер, мына бұрышқа өзі автомат түрде алып келеді достар. Ең соңы біздің алып алған ақ фон қажет емес, оны өшіріп тастай саламыз, пустой слой ашамыз. Енді бұл жерге біз керекті фотомызды алып келеміз. Мінекей, менің батырмаларыма қарап отырыңыздар. Мінекей, керекті өзіміздің суретті алып келдік. Дәл осылай кеңейт. Пока что осылай қойып алыңыздар достар, бұл әлі талай реттелінеді. Енді шет-шеттерін өшірудің қажеті жоқ, мен бірақ өшірген болатын, негізі аса қатты бұл маңызды емес достар, шет-шетін өшіру. Мен жай ғана істеп көрген болатын, сол күйі видеода қалып кеткен. Окей, әрмен қарай достар, ең соңына түсіреміз, өзіміздің басты рөлдегі кейіпкерді ең соңына түсіріп, енді дәл осы жерден турлаймыз. Қалай басы қаншалықты қырқылып тұрады, қаншалықты басы шығып тұрады, дәл осы жерден көретін боламыз достар. Басын қатты да тығыз жібермеңіздер, қатты да шығарып жібермеңіздер. Окей, пустой слой. Енді достар, соң жағына апарамыз. Бұл жерден енді біз артқы фон жасай саламыз. Қара түсті немесе өзінің фоны қандай болып тұр, сол фонға дәл солай қоя саламыз. Немесе қолдан фон жасаймыз. Окей, армен қарай. Енді розовый түсті таңдап аламыз, яғни қызғылт түсті. Слой ашамыз достар, слой ашылған көріп алыңыздар, яғни фигура слой ашылған жақсылап көріп алыңыздар. Мінекей, дәл осылай сызамыз. Мінекей, кішкене қисайтамыз. Қисайтып, мінекей екі ашық, яғни екі ашық қалдырған жерін мен әдейі қалдырып кеткен болатын. Дәл осы қызыл түсті кубикті алып келемін деп, яғни осы фигураны алып келемін деп. Окей. Енді мінекей мына жерде түспей тұр. Экранның кез келген шетін бір жүрсеңіздер түседі, бірінші слойға түседі. Енді мына жерден светлый және де экран және де добавить деген функциялар бұған сәйкес келеді. Негізінен үшеуінде көрсетейін достар, сіздерге көбінесе бұл жерге сәйкес келетін экран. Экранды басам, кішкене күшін азайтам, қатты емес, кішкене дәл осылай қоямыз. Окей. Енді әрмен қарай достар, дәл осыны мінекей. Енді шет-шетінен қалып кетіп жатыр, оның шет-шетінен қалып кеткен аса қатты қорқыныш жоқ. Мінекей үстінен басып, дәл осыны үстінен басып қоямыз. Енді өшіргішті таңдап, біз фигураға кіреміз. Өшіргішті таңдадық, фигураны бастық, өшіргішті басып қояйық. Мінекей көріп жатқандарыңыздай. Өшіргішті басқасын, мінекей өшіргішті дәл осылай алып келеміз. Яғни фигура өшіргіш достар. Енді менің алдың сабақтарымды көріп жүргендер болса, бұны біліп отыр. Түп-түзу сол қараның бойымен ғана өшіреміз. Мінекей жайлап әкеліп бір текст қылып әкелеміз. Мінекей бір текст өшіріп тастайды. Окей, түсінбегендеріңіз қайталап көріңіздер достар. Енді мойындай бұл сабақ кішкене күрделі болуы мүмкін жаңадан көріп жатқандарға. Бірақ та бұрыннан көріп келе жатқандарға түкте қиындығы жоқ. Қарапайым түрмен жасалып жатқан фотошоптар. Окей.
Енді бұл жерде біздің жұмысымыз тікелей біткен секілді. Екі мынау сұрдың түстерін кішкене азайтамыз достар. 80-80-нен қоямыз, екеуінде нормальный болады, сол 80-80-нен қойған. Енді міндетті түрде сұр түс емес достар, сіздер темно-синий, қатты қою жасыл түстерді, яғни сондай афишаға келетін түстерді пайдалансаңыздар болады. Неге екенін білмеймін, маған сұр түс ұнады. Енді әрмен қарай достар, біз текстпен жұмыс істейтін боламыз. Тексттерді реттеу деген функциялар. Енді біз жазамыз music party. Music party негізінен music party деп жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да болады. Енді афишада не деп жазылады. Енді бұл жерде ең басты мән беретін нәрсе шрифт таңдау достар. Бұл шрифттерді менен сұрамай қойыңыздар, өтініш достар. Бұл шрифттерді мен PicsArt'тың өзінен скачать еткем. Менде бұлардың біреуі де жоқ. Серьезно, мен PicsArt'тан скачать еткем. Сол шрифттерді қолданып отырмын. Music party деп жазамыз. Music party деп жазамыз. Окей достар. Неке партиді астына қоямыз. Енді достар, бұл афиша жасауда ең мән беретін нәрсе тексттерді орнымен әдемілеп орналастыру. Шрифт таңдау, тексттерді орналастыру, біреуін үлкен, біреуін кішкентай қылып қою. Енді соның бәрі енді сіздердің дизайнерский идеяларыңызға жатады. Әрмен қарай старт деп жазам, яғни басталу уақыты. Енді достар, бұның бәрі таза, қалай дейді, таза ойға сол моментте, яғни сол уақытта келіп жатқан идеялар. Бұны мен аса қатты ойланып тұтқан жоқпын. Неке. Енді осылай бір жазып аласыздар да достар, әр жерге қойып көресіздер, қай жерден әдемі көрінеді, қай шрифтпен нормальный көрінеді. Солай реттейсіздер. Ол бірден қойып кету мүмкін емес. Бір дизайнның өзіне де жарты сағат отырасыздар, шрифттердің өзін таңдаумен. Екі ары кетсе 3 шрифт ұстап алыңыздар, сол шрифттерді айналдырып қоя беріңіздер. Яғни бір дизайнға бір 10-20 шрифт кетсе, уже ол сондай бір түсініксіз болып кетеді. Стартты кішкене үлкейтеміз. Неге дәл осы жандатып қарату менің дәл осы жерде келген идея болатын. Негізінде бұл мен екі бұрышқа ерекше қылып қоям ба дегеннен, бірақ та бұл маған аяқ асты ұнап қалды. 26 желтоқсан, бұнда ешқандай концерт болмайды. Мен жай ғана өзім ойдан шығарып істеп жатырмын, тағы дұрыс түсінбей қалмаңыздар. 26 желтоқсан латинсқа көшкеніміз қандай дұрыс болды достар. Енді қазақша шрифттерге кез келген шрифттерді біз аша беретін боламыз қазақшамен. Неке, күнді жаздық, music party жаздық. Әрмен қарай the kitchen song қателеспесем, осыны жазу керек. Енді бұның өзінің шрифті бар, азаматтың. Яғни мен осы шрифті өзімнің атыма Micropro дегенге көбінесе қолданам. Өткенде осы азаматтың суреттерінен көріп қалдым. Неке, енді осының лақап атын жазатын боламыз. Енді бұл жерде достар свет, градиент деген нәрсе бар. Осыны қолданып көріңіздер достар. Темный фонға темный ешқашан болмайды. Неке, астын темный қылып көріңіздер, үстін ақ. Міндетті түрде. Егер бұл болмады ма, астындағы темный қатты болып кетіп жатыр ма, ашық қылып көріңіздер. Неке, ашық көк, неке ашты. Дәл осылай достар, зерттейсіздер, градиентті ары бері фонға қарама-қарсы түстерді аласыздар барынша. Темныйға темный ешқашан болмайды достар. Мына жерге егер қазір біз ақ қылып қойсақ та болар еді, бірақ та адамның аты міндетті түрде ерекшеленіп тұру керек. Сіздерге бір қосымша мәлімет болсын, егер афиша немесе бір белгілі бір нәрсе істейтін болсаңыздар, міндетті түрде тақырып, яғни ең главный нәрсе барлығынан ерекше болып тұру керек. Неге, қызыл енді зерттейсіздер достар, қандай түс әдемі кетеді. Енді қызыл міндетті түрде болмайды. Егер бұл қыздың афишасы болғанда мүмкін болар ма еді. Енді бұл жерге біз басқаша түсті таңдап көреміз. Енді түс таңдауда да кәдімгідей сіздердің уақыттарыңызды алады. Неке, текст, енді songs, окей. Неке, оны да жазамыз. Енді шрифттердің өзінің орналастыру өзі де проблема достар. Енді барынша идеяларыңызға қарайсыздар. Дәл осында неке, әртүрлі түсті қойып көресіздер. Сарыны қойып көрем. Сарды ашқан сияқты, бірақ та бұл жер уже бағдаршам болып кетеді. Әртүрлі түс болып. Бұны да енді Z дегенге сәйкестендіріп, меніңше көк құлақ салатын сияқтымын. Окей, свет градиентке кірем қазір. Қараңыздар, свет градиент, неке үсті қара, неке қараның орнына темныйды көрем. Неке жоқ, наоборот, бас жағын ақ қылуымыз керек біз. Ақтың орнына басқа темный. Енді екеуі де темный болып кетті, неке үсті ақ болады. Енді түсінбей жатсаңыздар, градиент дегенді ары бері шұқылап көріңіздер, сонда түсінетін боласыздар. Ортадағы ары бері жылжытатын жылайтын тиіспей қойыңыздар достар. Дәл солай ортада тұра берсін. Оны бір тиіссеңіздер қайтып турлау деген бір проблема болып кетеді шыны керек.
дәл осылай шрифттерден да ары бері турлап көресіздер. Мінекей болды. Біздің тексттерді турлау, біздің текст жазу қалай дейді, процесі осымен аяқталды. Енді әрмен қарай біз стикерден тартқан керекті клип арттармен жұмыс істейтін боламыз. Енді бұл жерде достар, бастысы басқа тексттерді тура қоюда әңгіме. Тікелей афишада ең маңыздысы. Мінекей енді әрмен қарай біз стикерлерден таңдайтын боламыз. Мінекей енді стикерлердің аты жөнін жақсылап қараңыздар достар. Бұл стикерлер менде жоқ, мен прямой осы Pixar'тың өзінен тартып алған Music is Life. Осыны дәл осы Music is Life деген нені дәл осылай жазсаңыздар, дәл осылай шығарып береді достар. Мінекей біріншіні алам, ақ. Маған тек қана эквалайзердің белгілері керек болады. Өшіргішті алам. Артық керек емес жазулар жай ғана өшіріп тастаймын. Photoshop'тың бір керемет қасиеті осы керек емес нәрсеңді өшіріп тастайтын қасиеті маған қатты ұнайды. Мінекей дәл осылай аласыздар. Мінекей мюзиктің жанын кәдімгідей не қылды. Енді келесі Neon Lights, қателесіп оқып отырмын мейлі. Осыны іздеңіздер достар. Ішінен мюзик, яғни өлеңге қатысты нәрселер болады. Осының ішінен бұл да бір әсер беріп тұрады. Неон, яғни жарқырап тұратын. Енді бұл мына жерде аса қатты жарқырап тұрған жоқ. Бұның жарқыратудың бір тәсілі бар. Мүмкін көбісі мән бермейді шығар. Смешайтқа кіреміз. Экран немесе светлей. Светлейге басып көрем. Окей, мінекей. Светлей кішкене жарық беріп тұр. Яғни The Kitchen Songs'қа, яғни дәл түсті бұл. Разноцветный кассетаның суреті. Енді әрмен қарай логотиптер Музона, Gaku, NTK. Muzlife деген енді PNG форматын, PNG вариантын таппай қойдым. Сол себептен бұны қазір қоспаймын. Мінекей, дәл осы астына реттеп қойсыздар. Қазір умножить қылсам қара қылып Gaku'ның түсі көрінбей қалады. Сол себептен FX-ке кіреміз. FX астынан санағанда екінші светлый деген кіреміз. Қазір қараңыздар, светлыйға кіремді. Мінекей достар, дәл осылай черно-белыйдың түсін ауыстырдым. Наоборот, Gaku деген сөз ақ болады. Сол кезде экранды бассаңыздар, өзімізге керектіні шығарып береді. Дәл осылай астына. Яғни бұл партнерлар немесе қалай дейді? Партнерлар бір сөзбен айтқанда. Енді әрмен қарай FX, HDR-де бізде рөл өте қатты ойнайды достар. Адамның бетіне HDR-ді барынша бермеңіздер, қалған эффекттердің бәріне беріңіздер. Себебі HDR бұл жерде текстер чоткіс береді, және де тексттерге ерекше эффект береді. Және де сіздер тең қоймасаңыздар да бұл жерде автомат түрде ерекше тең береді. Адамның бетіне желательно HDR керек емес. Кішкене фотоның качествосын ойнатып жібереді достар. Оны бір аздап кішкене берсеңіздер болады. Бір мұрындардың, беттердің қыртыстары әдемі көрінсін десеңіздер, кішкене беріңіздер. Екінші рет қайталағанда мінекей Music Party қандай The Kitchen Songs көрдіңіздер достар. Өзі автомат түрде тең берді, жарқырау берді, бәрін өзі автомат түрде істеді. Мінекей біздің осымен жұмыс достар. Қарапайым оңай. Сіздер тағы қандай идея қосасыздар, тағы не істейсіздер. Жалпы сіздерге жолын қалай істелу керек, тексттерді қалай таңдау керек, қалай істегенде дұрыс болады, енді сол жолдарын айттым. Енді әрмен қарай басып өздеріңіз идея ақтарып қараңыздар. Google-ге жазыңыздар, қарапайым Google-ге кіріп афиша, Music Party афиша деп жазсаңыздар, 1040 түрін шығарып береді. Сол жерден жай ғана идея алыңыздар, бірақ қайталамаңыздар. Сіздермен болған мен Микопро достар. Шынында да пайдам тисе қуаныштымын. Егер сабақ ұнаса, лайк басып көрейік. Сау саламатта болыңыздар.